Видеоны бастамас бұрын барлықтарыңыздан алдын ала техникалық ақауларға кешірім сұраймын. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен социалды эксперимент, яғни өзге адамдарға сұрақ қою арқылы өзімнің сұрағыма жауап іздейтін боламын. Олай болса, кеттік. Что такое счастье? Счастье – это семья, мои дети. Я так считаю. Бақыт деген жүректің тыныштығы ғой. Бақыт дегенде бала-шаға амандық, дұрыс өмір сүрсең, ауырмай сырқау. Первое, наверное, когда мама с папой рядом. Живы, здоровы. Если вы большие, то когда дети ваши живы, здоровы. Когда вас любят и не устают об этом говорить. Осы өмірде денсаулығым дұрыс, ата-анам аман есен. Қысқаша айтқанда отбасының бәрінің денсаулығы дұрыс болғаны, аман есен, ойнап күліп жүргендер. Деген Отбасым, бала-шағам. Мен үшін бақыт жүректің тыныштығы. Құдайдың разылығындағы жолы. заманымыз тыныш болса, бақыт деген сол. Мен үшін бақыт деген Отбасының татулығы, тірлігі. Менің ойымша бақыт деген сенің ата-ананың қасында жүргені, сен істерің өзің үшін бақыт деп ойлаймын. Бақыт деген менің ойымша отбасы. Тек қана отбасы ма? Иә, отбасы, достар, өзіңе жақын адамдар. Бір отбасы болу, айрандай ұйыған отбасы менің бақытты отбасы болуым. Мамаң, папаң аман есен болса, балды қыздарың аман есен болса, денің сау амандық болса, достарыңмен сыйлассаң, бар өмірдегі бақыт сол, басқа бақыт жоқ. Осы видеоны мына сұрақпен қорытындылағым келеді. Ал сіз үшін бақыт деген не? You're just too good to be true.